Сәлем достар, бұл Unfact каналы. Бүгінгі шығарылым әлемге қауіп төндіретін экологиялық проблемалар жөнінде болмақ. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, әлемдегі әр 10 адамның 9-ы лас ауамен тыныстайды екен. Ұйымның бағалауынша, жыл сайын лас ауаның кесірінен 7 миллиондай адам қайтыс болады. Карантин экономикаға оңай болмағанымен, экологияға қолайлы болып тұр. Табиғат ұзақ жылдан бері бірінші рет кең тыныстап, дамыл тапты. Аспан шайдай ашылғанын айтады экологтар. Карантинге жабылған елдер мен қалалардың әсерінен экологияның сәл болса да оңалғаны байқалады. Әлемдік экологиялық басқалардан әлдеқайда көп зиян тигізіп жатқан Қытай ауасының тазарып қалғаны соңғы кезде анық көрініп жатыр. Оны спутниктен түсірген суреттен де, қала көшелерінен де көреміз. Оның негізгі себебі қаладағы көлік қозғалысының азаюы. Ал Италияның Венеция қаласындағы су арналары тазарып жатыр. Ол жер қалыпты уақытта туристердің сүйікті мекеніне айналушы еді. Бірақ мемлекетте карантин жариялағандықтан су тазарған. Балықтар мен дельфиндер арналарға қайта оралуда. Карантинде көлік кептелісінен көз ашпайтын Астана мен Алматы қалаларында көмірқышқыл газы мен азот тотығы қалыпты жағдайдан 2 есеге азайған. Мұндай көрсеткішке өндіріс пен кәсіпорын жұмысының уақытша тоқтауы, көлік қозғалысын шектелу және жылу электр станциялары жұмысының бәсеңдеуі әсер еткен. Алайда бұл мерзімді шектеу. Сондықтан карантин біткен соң үкімет экологияны жақсартуға қатысты мәселелерді қайта қарау керектігін айтады мамандар. Қазіргі таңда халықаралық деңгейде мынадай ғаламдық проблемалар бар. Ресурстар проблемасы, азық-түлік немесе ашаршылық проблемасы, энергетикалық проблема, демографиялық проблема, климаттың өзгеруі, экологиялық проблемалар, үшінші әлем елдерінің артта қалуын жою, қауіпті ауруларды жою, әлемдік мұхит пен космосты игеру, қылмыспен және терроризммен күрес, наркобизнеспен күрес. Аталған ғаламдық проблемалар өзара тығыз байланысты және барлығы іс жүзінде жердегі экологиялық дағдарыстың даму процесімен қамтылады. Әрбір ғаламдық проблеманы міндетті түрде шешу қажет. Әйтпесе оның дамуы апатқа, өркениеттің жойылуына дейін апарып соғады. 4 литр машина майы 4 миллион ауыз суды ластауға жеткілікті. Орташа статистикалық есеп бірнеше адам тұратын пәтер жаңа автокөліктен де көп көмірқышқыл газын бөліп шығаратын түсіндірді. Соңғы зерттеулермен ең таза ауа Австралия құрлығының маңындағы Тасмания аралында екені айқындалды. Неге бөлмені желдетіп тұру керек? Адамдардың көбісі өздерінің орасан зор уақытын жабық алаңда өткізеді. Бірақ жабық алаңның ішіндегі ауа сырттағыдан қарағанда 25 есе лас болады. Жер шарының ауданы 148 миллион 940 мың километр шаршы. Оның 18 миллион 617 мың 500 шаршы километр, яғни 12,5% адамдар қоныстанған. Егер Африка халқының саны 2011-2012 жылдардағыдай өсетін болса, 2100 жылы құрлықтағы тұрғындардың жалпы саны 3,6 миллиардты құрайды екен. Африка халқының саны популяциясы жылына 2-3%, ал Азия елінде бұл көрсеткіш тек 1% ғана. Жер планетасының тұрғындары әрбір 60 минут сайын шамамен 9000 адамға көбейіп отырады. Жер бетіндегі адамдардың көпшілігі күнделікті өз қажеттіліктерін қанағаттандыруға қолайлы қалада тұратыны мәлім. Алайда қалалар негізі экологиялық мәселелердің де орталығы болып табылады. 2001 жылы тарихта алғаш рет қалалардағы тұратын халық саны планетадағы адамдардың 50%-нан асты. Болжамдар бойынша 2030 жылға қарай қалада тұратын адамдардың саны ауыл тұрғындарының санынан 2 есеге көп болады деп күтілуде. Соңғы ғасыр ішінде қалаларға байланысты ауқымды экологиялық қиыншылықтар байқала бастады. Оларға келетін болсақ, көптеген қалаларда ластанудың өсуі, ластағыштардың қоршаған орта мен адам организміне түсуі, қала аумақтары мен қала халқы санының өсуі, халықтың тығыз орналасуы, мегаполистердің халық саны ондаған миллионға жететін одан да ірі урбореалдарға айналуы, табиғатты ығыстыру, табиғи ландшафттардың жасанды ландшафттарға ауысуы, адамның табиғатпен тікелей байланысының жоғала бастауы, табиғи сезім мүшелерінің жағымсыз жасандыға ауысуы және олардың қарқынды түрде өсуі, адамның табиғи биологиялық ырғағына әсер.
қоқыстарды өңдеу. Қоршаған ортаны сақтау мен қоқыстарды өңдеуді үгіттеу пайда болғанға дейін еуропалық тұрғындар белгілі бір қажеттіліктер үшін қалдықтарды екінші ретті пайдалануды қолданып жүрді. Әлемнің 70% электронды қалдықтарды Қытайға келіп түседі. Онда тұтас отбасылық кәсіпорын қымбат бағалы гаджеттерді өңдеп, оларға қайтадан өмір сыйлайды. Космостан Қытай қабырғасымен ең жарқыраған қала Нью-Йорк жақсы көрінеді деген қате адасу бар. Бұл ой пікір қате. Себебі космонавтардың айтуынша ең үлкен әлемдік қоқыс орындарын көру оңайға түскен. Бірінші қарағанда зиянсыз болып көрінетін заттарды ыдырау үшін қажетті уақыт темекі тұқылы фильтрмен бірге 12 жылдан кем емес, алюминий немесе қаңылтыр 200 жылдан кем емес, кейде мерзімі 500 жылға дейін барады. Жөргектер 500 жылдан кем емес. Су. Копенгагендегі Біріккен Ұлттар ұйымының климат өзгеру жөніндегі конференциядағы баяндамада 2050 жыл әлемдік мұхиттардың қышқылдылығы 150%-ға дейін көбейетінін баяндаған. Әр күн сайын 2 миллион адамдардың қолданысынан шыққан қалдықтар табиғи су объекттеріне келіп түседі. Судың ластануы күніге 14 мың адамның өліміне әкеледі. Гренландия аралы планетаның 20% тұщы суын қамтиды. Егер олар еритін болса, теңіз деңгейі шамамен 7 метрге көтеріледі. 1 килограмм картоп өсіру үшін 100 литр, 1 килограмм күріш үшін 4000 литр, 1 килограмм ірі қара малы еті үшін 13000 литр су керек. Сонымен қоршаған ортаны қорғау мен адамның өмір сүруі үшін қолайлы жағдай туғызу демократиялық мемлекеттің басты мақсаты болып табылады. Әрбір адамның салауатты қоршаған ортаға құқығы бар. Сонымен бірге, әрбір адам табиғатты аялау керек, қоршаған ортаны ластамау қажет.